Бүгін 27 июнь. Біз Харбозға кіріп кетіп бара жатырмыз. Қазір сағат 8. Жеңіс екеміз. Салам алейкум. Такси күтіп тұрмыз. Кассаға келдік. Адам осындай. Жеңіс бері қара. Осындай билет алдық. Кассадан билет алдық, енді кіріп бара жатырмыз. 3000 теңге ход. Ал біз автобустан түстік, Қытайға келдік. МЦПСке. Жеңіс бірінші рет. Дебют. Да. Қызыл сызықтан бұлай қарай Қытай, мына жағы Қазақстан. Қазір бірінші біз Жүнкеге кіреміз. Мына жақта шуба сатады, Кинг-Конг дегенде. Ар жағында золотой торт бар, Ю деген бар. Енді көреміз. Қазір тез аралап. көру керек сон. Жауын кең оншық қоқта. Мұнда тұрған нелер? Мына жақта жоқ осы. Анда футболка тұрмыз. Міне 1000 теңге ма аналар? Мына жақсы екен жеңіс. Мына жақсы. Жеңіске футболка алдық. Мына жақта 1000 теңгеден сатып жатыр. Золотой порттың алдында осындай көже сатып тұр. 500 теңгеден. Қазақстанның көжесі. 22 мың дейді ма? Цена қанша дедіңіз? 20 можно. Осындай мопедтер көрдік, 20 мың дейді. Жоқ, ол 5 жасқа, 5-6. Велосипед қарап жүрміз. 10 мыңнан басталады екен велосипедтер. Очкилар 500 теңгеден. Мына жерде кроссовкилар 8,5, 7,5 сондай бағада. Аяқ киім көріп жүрміз. Жеңіс өзіне аяқ киім қарап жатыр. Мынандай аяқ киімдер 13 мыңнан екен. Түсіртіп алуға болады. Осындай 500 теңгелік тапқышкелер.
мынандай массажер, клянок, мынандай вентилятор. Вон там массажер для ног почем? Массажер аяқтар. Вот. Это 30, 28 минимум. 28 минимум. Минимум 28. Без коробкасының ақшасын алып Бүкіл косметика осында. Менің жақсы көретін соптарым тұр. Мынаны алдым 500 теңге кофе. Тастай. Қазір ішіп көрем. Мына жерде терминал бар, осы жерден өткізеді. Почта жұмыс жасайды осылай. Жеңіс қалай? Қарбосын алып жатыр ма? Иә. Күшті ме екен? Иә. Так, Золотой портқа келді. Қазір шорты алуға бара жатырмыз. Я кіреміз қазір. Ошаға кіріп бара жатырмыз. Золотой порттың ішінде жүрміз. Қазір екінші этажына көтерілеміз. Потом үшінші этажында киімдер бар, короче. Кім деді? Вика деді ме? Я что ты эскалатор самый? Я? На мен жүре берейін. Жеңіске осындай асты үстімен көріп жатырмыз. 2,5-нан екен. Самый низ, да, спускайтесь? Жеңіс әбден вон киінді низ. бүгін. Бүкіл киімді Жеңіс алып жатыр. Я? Міне ғой обувь деп тұр ғой. Баларға шығау керек қой. Мына жерде екінші этаж түгел постельный. Белье, перде, одеяло, жастық, плед бәрі осы екінші этажда. Золотой порттың. Золотой порттың бірінші этажы түгел аяқ киім, мынандай сумка. Очки анамда осы Золотой порттың екінші этажында. Мынандай жаздық аяқ киім бәрі 2,5-нан. 3 мынандай тәпішке 2000 теңгеден. Осындай магазин. 아레오 바리킨. 不要防暖了噻，那个力气房啊，不要防暖呐，不要多帅， 녀석. 不要多帅，来到你房子可能哪个弱一点，个房子厚了，后面是睡，也就睡不要房子租多了，就容易打把房子棉上，因为它不。 오, 순간에. Жеңіс осындай аяқтың көріп жатыр. Күшті, күшті. Күшті. Что, ма? Кетеміз қазір осы жерден. Мына аяқ киім бәрі дейсің. Ал біз базарды жауып шығып бара жатырмыз. Адам аз қалды. Қазір автобусқа бара жатырмыз. Сонымен қайтамыз үйге. Қазақтар ғой. Мынау қазақтар ма? Ал мінекей Жеңіс шығып бара жатырмыз. Жүр былай өтеміз ба? Мына жаққа бүйтіп. А зачем? Былай ана автобусқа бармаймыз. Автобус қай жерде? Вон автобус. Енді сол бүйтіп барасам жақта. Қалай ты хочешь?
Кетіп бара жатырмыз. Кірмеген көп заттар бар еще. Так, почтадан шықтық. Осындай сумкамен өткізіп жіберді. Екеміздің астымызда 25 килограмм. Вот Қазпочтадан. Сонымен біз таможнядан шыққаннан кейін почтаға қарай жол тарттық. Бұл жерде бізде екі почта бар. Біреуі оптовиктерге арналған, біреуі біз сияқты жай адамдарға арналған, аз ғана товар алып шығатын. Сонымен біз ана ескі почтаға бардық. Сонымен товарымызды күтіп отырдық. Ішінде адам көп болды, бірақ біздің товарымыз почтадан тез шықты. Сол жерден су анау-мынауымызды ішіп алдық та. Сонымен күтіп отырдық. Сонымен товарымызды алып, таксиге отырып, сонымен үйге аман есен қайттық. Мінекей мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, мынау ескі почтаның іші. Адамдар осылай күтіп отырады. Мінекей әр базардың мынандай терезелерде жазылып тұр. Мысалы, Жүнке, Ю деп сол окошкаға барып тұрасыз. Сол жерден фамилияңызды айтады, соның кейін товарыңызды алып кетесіз. Сонымен бұл видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.